Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданының техникалық шығармашылық орталығының авто 21 үйірмесінің білім алушысы Әлімбек Нұрбек, жетекшім Тәңірберген Нұржан ағай. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға өз жобамды ұсынамын. Жобамның тақырыбы кеңейтілген шынайылық технологиясын пайдалана отырып жасалған оқу қосымшасы. Қазіргі таңда цифрлық технологиялар білім беру саласында маңызды рөл атқарады. Соның ішінде кеңейтілген шынайылық, яғни AR технологиясының оқушылардың қызығушылығын арттырып, күрделі тақырыптарды визуалды түрде түсінуге мүмкіндік береді. Менің жобамның мақсаты компьютердің қосалқы бөлшектерін оқушыларға заманауи әрі қызықты түрде түсіндіру, үйрету. Бұл қосымшада арнайы Photoshop бағдарламасында жасалған карточкалар қолданылды. Егер оқушы телефон камерасын осы карточкаларға бағыттаса, экранды нақты 3D форматында компьютердің бөлшектері пайда болады. Мысалы, аналог тақша, процессор, жедел жады сияқты компоненттерді көруге болады. Ал 3D модельдерін сканерлеу құрылғысы арқылы компьютердің бөлшектерін сканерлеп, Unity программасына салып карточкалардың бетіне қойдық. Жобаны әзірлеу барысында Unity платформасы мен Vuforia Engine кітапханасы қолдандым. Бұл құралдар кеңейтілген шынайылық қосымшасына жасауға мүмкіндік береді. Яғни бұл жобаның артықшылықтары оқушыларды пәнге деген қызығушылығын арттырады, ақпаратты визуалды түрде жақсы қабылдауға көмектеседі, теорияны практикамен байланыстырады, заманауи технологияларды қолдану дағдыларын дамытады. Қорытындылай келе, бұл қосымша білім беру процесін жеңілдетіп қана қоймай, оны әлдеқайда қызықты, тиімді етеді деп ойлаймын.